Украина ве исвечері визасыз режимы сәдәлештірілмесі ве канунсыз көчув үлі күре шаққында анлаштылар. Бу анлашмаларының исвечері тыш ишлер назерлігінің башы Дидье Буркхальтер, Украина тыш ишлер назері Арсен Аваков ве тыш ишлер назері Павло Климкин или музыкере етті. Украин тыш ишлер назері қайдеткені кебі, июнның 11-ден мемлекетіміз бин ватандашларым исвечерге биометрик паспортлары или визасыз бара білежек. Яски весекаларының сайыплары үшін есе визалар бедава олажақ. Якында Дидье Буркхальтер Мариупольге барған еді. Анда Донбассның зарар көрген әйлесіне гуманитар ярдымыны сувның темізленуі үшін 1,5 тоннадан зиеде реактив ве $600 000 мегдарында иләжіні берді.